Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге өте дәмді шығатын, сочный болып шығатын котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Керекті ингредиенттердің барлығын описанияда толық қалдыратын боламын. Ал ендеше котлет жасауды бастаймыз. Ең алдымен фаршымызға осылай теркадан өткізілген сәбіз және де ұсақтап туралған пияздарымызды саламыз. Одан кейін оның үстінен осындай кептірілген панировочный сухариді салып, үстінен жарты кеседей сүт құямыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды салып, тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді өздеріңіз қалағандарыңыз салсаңыздар болады. Барлығын салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қолымызбен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Одан кейін бөлек ыдысқа осындай панировочный сухариді салып, қолымызбен котлеттерімізді жасайтын боламыз. Домалақтап осылай формасын келтіріп, осы панировочный сухариге аунатып аламыз. Котлеттеріміздің барлығын осылай аунатып шықтым. Көріп тұрғандарыңыздай котлеттердің барлығы дайын. Келесі кезекте оны қуыратын боламыз. Табамызға аздаған ғана майды құйып, майымыз қызығаннан кейін котлеттеріміздің барлығын екі жақтарын қызартып қуырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай котлеттің екі жақтарын барлығын осылай қызартып бөлек алып қойып қоямын. Одан кейін осы майға ұсақтап туралған пиязымыз бен сәбізімізді қуыратын боламын. Ешқандай да майды құртпаймыз. Осы майдың ішіне сәбіз бен пиязды қуырамыз. Үстінен кептірілген томат қостым және де қатырылған қызанақтарды қостым. Сіздер томат қоссаңыздар болады. Жақсылап қуырып алғаннан кейін үстінен котлеттерімізді қайтадан осының үстіне орналастырып шығамыз. Дәл видеодағыдай етіп, одан кейін үстінен бір кеседей суымызды құйып, жақсылап тұрып бұқтырып пісіреміз. Гарнирге қасына мен пюре жасадым. Мінсіз пюренің рецептісін көргіңіз келсе, менің YouTube каналыма өтіп, сол жерден пюренің рецептісін көрсеңіздер болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. YouTube каналыма өтіп, бұдан да басқа қызықты рецепттерді көрсеңіздер болады. Мінекей біздің котлеттеріміз дайын болып шықты. Үстіне осындай ас көктермен әсемдеп шықтым. Толық басқа да рецепттерді көргілеріңіз келсе, менің YouTube каналыма өтіңіздер және де міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыздар. Себебі мен сіздерге өте жеңіл рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше достар, сау болыңыздар.